Біздің кейіпкеріміз Чан кенеттен пайда болып, сахнаға шығады. Бірақ студенттер оны қорлауды және қорлауды жалғастыруда, өйткені ол атақты емес. Ол өзін жайсыз сезініп, қызыл кілемді жерге жайып жатыр. Біз бұл оның жұмысы екенін білеміз, өйткені оның өз таланты жоқ. Содан кейін атақты адам пайда болып, сахнаға секіреді. Ал оның шеберлігіне тәнті болған студенттер оның есімін қол шапалақтап, ұрандата береді. Осы кезде Чан өзін түкке тұрғысыз сезініп, алыстап кетеді. Бірақ сәтсіздіктен оның телефоны қатты шырылдап, оны да сол жерден қуып жібереді. Ол телефонға жауап беру үшін сыртқа шығуға мәжбүр болады және ауыл әкімінің атасының мәйіті зираттан жоғалып кеткенін хабарлағанын естігенде шошып кетеді. Чан қатты күйзеліп, оны іздеу үшін ауылға баруға мәжбүр. Ол бірінші автобусқа мініп, сол жерге барады. Ол келгенде әкім оны күтіп тұрғанын көреді және олар атасының мәйітін тезірек табу керек деп шешеді. Өйткені оның ақшасы жоқ. Басқасы. Чан абдырап, не істерін білмей абдырап қалды. Кенет оның алдынан ауыл шаруашылық тракторы тоқтап қалғанда, одан бір түрлі қыз шығып, онымен сөйлесуге келеді. Ол оған өзінің есімі Шия екенін айтып, өзін әпкесі деп таныстырды. Ол әпкесінің кім екенін сұрады. Ол оған иә деп жауап берді және олар бір-біріне көмектесу үшін атасының денесін тез тауып алу керек екенін айтты. Ол мұны қалай жасауға болатынын сұрады. Өйткені ол оны бұрын соңды көрмеген. Ол әкімге барып, бұл қыздың алаяқ екенін айтты. Бірақ ол атасымен түскен суретін шығарып, ол туралы көптеген нақты мәліметтер берді. Әкім оған сеніп, ауыл тұрғындарын алып кетіп қалды. Чан оның өтірік айтқанына ашуланып, оны көруге бел буды. Түнде ол оның қабірлерді жалғыз қазып жатқанын көріп, не болғанын хабарлау үшін оны видеоға түсіруді ұйғарды. Бірақ кенеттен ол оның бар екенін сезіп, оны көрді. Ал кейіпкеріміз қорқып, қашып кетуге тырысты. Бірақ ол аспанға ұшып, оның басынан ұрды. Ол есінен танып қалды. Ол оянғанда, оның алдында тұрғанын көріп, одан еш өкінбестен кешірім сұрады. Оған кішкентай баладай қарады да қашып кетуге тырысты. Бірақ ол оның аяғынан ұстап, шұңқырға лақтырып, оны тірідей көмгісі келгендей топырақпен толтыра бастайды. Чан шошып, оның жынды екенін түсінеді. Ол олардың бауырлары сияқты бір ғана бар екенін айтып, оның жанашырлығын білдіруге тырысады. Бірақ ол оған мұның ешқайсысы жоқ екенін және жанашырлықты жою деп аталатын процедураны жасағанын айтады. Кенеттен олардың айналасында бір түрлі зомби тәрізді құбыжықтар пайда болады. Бұл олар. Чан шошып кетеді де, түс көріп, қорқынышты түс көріп жатырмын деп ойлайды. Бірақ Ши оны тастап, олармен жалғыз күресуге кетеді. Ол оларға шабуыл жасайды және оларға соққылар береді. Бұл оларды ұшуға жібереді және ол сүйкімді қыз болса да, ол өте қорқынышты. Ол олармен күресіп, олардың көпшілігін оң және сол жақ сүйектерін сындырып жеңеді. Чан оның күшіне таңғалып, оның көңілін көтеру үшін дауыстап шақырады. Бірақ оның сәтсіздігінен құбыжықтар оны естіп, оны аяқтау үшін оған жақындайды. Ши оны қашып кетпес бұрын жалғыз өзі екенін айтып, олармен жалғыз күресуге қалдырады. Чан үрейленіп, бұл оның соңы екенін сезеді. Содан кейін Ши досымен кездесуге барады. Ол Чан туралы сұрайды. Бірақ ол оған эмоцияларын, күшін басқара алмас бұрын алдымен өзіне сену керек екенін айтады. Оның құрбысы оны бәрібір уайымдап, оны іздеп қайтады. Мен оның барлық құбыжықтарды жеңіп, қашып кеткенін білгенде қатты таңғалдым. Олар оның ерекше жас жігіт екенін және табиғаттан тыс күшке ие болып көрінетінін растайды. Олар оның жеке куәлігін жерден тауып алады. Ал Ши оның университетіне түсуге бел буады. Келесі күні Чан дәріс оқып жатқанда ұйықтап қалды. Ол құбыжықтардың қуып бара жатқанын армандады. Ол қорқып оянады және бәрі оған қарап тұрғандықтан өзін жайсыз сезінеді. Ол мұғалімнен кешірім сұрайды. Бірақ Шаяның қасында отырғанына таңғалады. Ол бәріне оның алаяқ екенін айтқысы келеді. Бірақ ол оған студенттік билетін көрсетіп, жаңа ауысқан студент екенін айтады. Чан оның соңынан ергеніне ашуланып, сахна жасамау үшін өзін сабырлы ұстауға бел буады. Ол оны мейрамханаға шақырып, өзіне ұнайтын тағамды әкеліп, одан не қалайтынын сұрайды. Бірақ ол оған бүгіннен бастап оның қызметшісі болатынын және оның бұйрығын орындау керектігін айтады. Ол бас тартып, түсінде осылай айтуын өтінеді. Бірақ ол пышақты алып, оған мойын сұнатынын немесе қарызын алатынын айтады. Әрине, Чан соңғысы ол үшін емес деп шешеді. Өйткені оның қызметшісі болу оның тағдыры. Ол тек әпкесін ғана жақсы көретінін және ол оның өмірінің көзінің нұры екенін айтады. Олар апаттық шығуға жеткенше онымен бірге жүруге мәжбүр болады. Ал Чан қашып кету мүмкіндігін пайдаланып, есікті артына құлыптап, өзін қауіпсіз деп ойлап қуанады. Бірақ бір соққымен ол есікті екіге бөліп, оған қатты жақындады. Ол оның күшіне таңғалып, күзетшіге пышақ ұстаған ессіз қыздың артынан қуып келе жатқанын айтып, қорғауды сұрап, қауіпсіздік кеңсесіне жасырынуға жүгіреді. Күзетші оны көргенде, оның қолында пышақ бар екен, бірақ ол ойыншық болып шықты. Ол оларды жұп деп шешіп, Чанға онымен бірге жүруін айтты. Біздің кейіпкеріміз қандай жағдай болмасын, одан қашып құтыла алмайтынын біліп, өзін жеңілгендей сезінеді. Ол мойын сұнуға мәжбүр болады және олар оңаша сөйлесу үшін қараусыз қалған жерге барады. Ол одан не қалайтынын сұрайды. Ал ол одан кеше құбыжықтарды жеңу үшін қолданған сиқырлы күшін пайдалануын сұрайды. Кеше, әрине, Чан не болғанын, оларды қалай жеңгенін және қашан жеңгенін білмейді. Сондықтан шыдамды болыңыз. Құрметті көрермен, лайк басуды, жазылуды және хабарландыру қоңырауын басуды ұмытпаңыз. Өйткені біз қазір бәрін түсінеміз. Шия оған ашуланып, өзін ақымақ етіп көрсетіп жатыр деп ойлайды. Шия оған шабуыл жасап, көйлегін жыртып тастайды. Ал ол солай деп ойлап, шошып кетеді. Ол мүлдем есінен танып қалды. Бірақ ол оның асқазанында сиқырлы татуировкасы бар екенін байқап, оған қауіп төнген кезде оның белсендірілетінін түсінеді. Ол оны жыртылған көйлегімен суретке түсіруді ұйғарады және егер ол оны орындамаса, университетте суреттерін бөлісемін деп қорқытады. Чан шошып, тізерлеп құлап, оны бөліспеуін өтінеді. Ол оған қажет кезде хабарласу үшін телефонын береді. Бұл ол, сосын кетіп қалады. Чан оның мінезінен абдырап қалады. Сонымен бірге біз атасының денесін ұрлап,
одан сиқырлы күш алу үшін оны жасырын баспанаға апарған банды көреміз. Бірақ олар сәтсіздікке ұшырап, оны таба алмай жатыр. Олар оның Чан есімді немересі бар екенін біліп, оны да ұрлап әкетуге бел буады. Өйткені ол атасының мұрасын мұра еткені сөзсіз. Бұл күш. Келесі күні біздің кейіпкеріміз әдеттегідей университетке барады. Бірақ Шаяның оны күтіп тұрғанын біліп, қобалжи бастайды. Ол оны қорғауға келгенін айтады. Ал ол өзін қорғай алатынын айтып күледі. Кенет әлдебір студент оның бетіне доп лақтырып жіберді. Ал Чан оның жаңа ғана өзін қорғай алатынын айтқанын мысқылмен іштей байқады. Ол студентпен төбелесуге бел буады. Бірақ оның бүкіл командасының қасында тұрғанын көріп, олардың санынан шошып кетеді. Ол допты оған қайтарады. Бірақ студент оны алыстан лақтырады. Ал доп тікелей рингке соғылады. Сіз бәрін таңқалдырасыз. Олар бұл сәттілік болды деп ойлайды. Бірақ кейінірек Чан жатақханаға оралып, бөлмелестерінің оны қорлағанын естиді. Өйткені ол оқшауланған және достары жоқ. Ол ренжіп, танысу қолданбасын ашады. Онда ол оған дос болу туралы өтініш берген әдемі қызды тапқанына таңғалады. Ол қуанып, онымен сөйлесе бастайды. Ол ертең кездесуді ұсынады. Ол сене алмай келіседі. Келесі күні ол өзінің ең жақсы киімін киіп, келісілген кездесуге барады. Және оның келуін 2 сағат күтеді. Ол оның суреттердегіден де әдемірек екеніне таңғалады. Және ақыры оған сәттілік күліп, үйленіп, отбасын құралады деп ойлайды. Ол оны көп тамақ жемейтін нәзік қыз деп ойлап, оны кешкі асқа шақыруды ұйғарады. Бірақ ол әр тағамды соңына дейін өз бетімен жеп болған соң шошып кетеді. Ол оның мінезін бір түрлі деп санайды. Бірақ сұлулықтың оған тұрарлық екеніне өзін сендіреді. Содан кейін ол оны бірге серуендеуге шақырады. Және әрине, ол оған жақындауға келіседі. Бірақ кенеттен Ши оған тез арада келуін өтініп хабарлама жібереді. Ол қыздың соңынан еруге немесе Шияға бағынуға деген ұмтылыстың арасына түсіп, қызбен бірге жүріп, Шияны елемеуге бел буады. Қыз оны үнемі қолынан ұстап, онымен бірге шанамен сырғанауға мәжбүрлейді. Ал біздің досымыз өзінің ең жақсы сәттерін бастан өткергеніне қатты қуанады. Содан кейін ол оны оңаша жерге апарып, оған жақындай түседі. Ол өзінің сезімін мойындап, оны сүйеме деп ойлай бастайды. Бірақ ол оны бақылау үшін мойнына бір түрлі жәндік отырғызады. Иә, құрметті көрермен, ол зұлым топтан шыққан екен. Ол оны есінен танып, ұрлап әкетеді. Ол оянғанда, оның алдында зомби құбыжығы тұрған, қаңырап, бос жерде екенін көреді. Ол қорқып, қашып кетуге тырысады. Ескі ойын сауық саябағына жеткенше жүгіре береді. Онда аттракциондар кенеттен өздігінен қосылады. Содан кейін банданың жетекшісі пайда болады және оны бақылап, оны соңынан еруге мәжбүр етеді. Ол оны сиқырлы күшінен айыру үшін оны банда мүшелерінің біріне апарады. Чан қорқып, мұның соңы екенін сезеді. Бірақ Шия дәл уақытында келіп, оларға жақындаған адам ренжітуге лайық екенін айтып, оларды тоқтатады. Ол оларды өзі өлтіруге бел буып, қаруын алып, шабуыл жасайды. Ол зомби құбыжықтарын солдан оңға қарай ұрып соғуды жалғастырады және олардың көпшілігін жеңіп, айналасындағылардың сүйектерін сындырады. Оның досы да келіп, бандамен өз күшімен күресіп, көмектесе бастайды. Чан мүмкіндікті көріп, қылмыс орнынан қашуға бел буады. Бірақ банданың жетекшісі оған қайда бара жатқанын айтып береді. Ол оны басқарады. Үйретілген ит сияқты жүруге мәжбүр етеді. Және оны басқа жерге апару үшін оны көліктің жүксалғышына қамап қояды. Бірақ Шия оларды көріп, пышақты көлікке лақтырып жібереді. Ал бұл көлік үшін жақсы аяқталмайтынын айтайық. Ол қатты жақындап келеді. Ал Чан оны ұрып жіберемін деп қорқады. Бірақ ол оның мойнына қолын созып, жәндікті жұлып алып, оны жойып жібереді. Осының арқасында Чан қайта оралып, оған алғысын білдіреді. Содан кейін ол оны байлап, көшбасшысымен кездесуге апарады. Ол оны көргеніне қуанышты және оны атасының досы болғанын, және олардың мақсаты құпия ұйым екенін айтып, жылы қарсы алады. Әлемді зұлымдық күштерінен қорғау. Дәл бұрын көргендері сияқты, ол Чанды жасырын жер асты орнына апарады. Оған Шия мен оның досы сияқты ерекше қабілеттері бар ұйым мүшелерін көрсетеді. Ал Чан көргендеріне таңғалып, олардың жақсы адамдар екенін растайды. Ол өз күшін басқаруды үйрену үшін олармен ынтымақтасуды шешеді және оның орнына атасының денесін қайтара алады. Көшбасшы қуанып, Чанды кешкі асқа шақырады. Оған сүйікті тағамдарын өзі дайындайды. Чан қозғалып, атасы туралы естеліктерді еске түсіреді. Біз оның ауылда онымен бірге тұратынын және оны жақсы көретінін білдік, өйткені ол жылы және қамқор болды. Бір қарғыс атқан күні атасы миссияға аттанып, кешігіп қалғанша, Чан оны іздеуге мәжбүр болды және оның бүкіл денесінде ауыр жарақаттармен ес-түссіз жерде жатқанын көрді. Чан оның өмірін сақтап қалуға тырысты, бірақ сәтсіздікке ұшырады. Ал атасы оның көз алдында қайтыс болды. Чан жылап жіберді, бірақ оны құшақтап, өлімі үшін кек алуға уәде берді. Біздің кейіпкеріміз естеліктерден оянып, банды жеңуге бел буды. Өйткені олар атасының өлімінің артында тұрған шығар. Ол оны ұрлап әкеткен қызбен сөйлесуге барады және одан неге бұлай істегенін сұрайды. Бірақ ол кешірім сұрап, банда оны тәрбиелегенін айтады және олардан аулақ болуды ескертеді. Өйткені олар зұлым және оны ренжітуі мүмкін. Чан оған сенеді және оның құрбан болғанын түсінеді. Ол оны кешіруге бел буып, бөлмесіне оралып, ұйықтауға тырысып кетіп қалады. Бірақ ол бір түрлі көрінетін қуыршақты көріп, оны ойыншық деп ойлайды. Ол жақындаған кезде, ол оны ұрлап, орманға апарады. Сонда ол өзінің күшін сынауды күтіп тұрған сиқыршыны табады. Сиқыршы көмекшілерінен Чанға шабуыл жасауын сұрайды. Олар оны ұрып соғу арқылы жасайды. Ал біздің кейіпкеріміз олардың соққыларының алдында дәрменсіз. Сиқыршы оны әлсіз қорқақ деп мазақтай береді. Ал Чан оған тоқтауды ескертеді.
әйтпесе ол өкінеді. Бірақ сиқыршы оған мән бермейді және оған күшті сиқыр жасайды. Бұл оны тауға ұшуға жібереді. Сиқыршы жеңді деп ойлап күледі. Бірақ Чан орнынан тұрып, атасының берген тәлімін есіне алады және сиқыршыға сабақ беру үшін бар күшін салуды шешеді. Ол орасан зор сиқырлы энергияны шығара бастайды және өзінің әлсіз емес екенін дәлелдеу үшін оны ұрып, соғуға тырысып, көзіне отпен қатты лақтырады. Сиқыршы оның батылдығына тәнті болады, бірақ оны жерге құлатып, соққыларын жалғастыра беретін сиқырлы қол сиқыры арқылы шабуылын тойтарып алады. Чан енді ауырғанына шыдай алмай, есінен танып қалады. Осы кезде Шиит оянып, өзіне қауіп төніп тұрғанын сезеді. Ол оны құтқаруға баруды ұйғарады да, орманға жеткенше жүгіреді. Ол жерден Чанды тауып алады. Оның оған көмектесемін деп ойлағанын көргенде, ол жеңілдеп қалады. Бірақ ол оңай жеңілгені үшін оны шапалақпен ұрады. Ол одан батыл болуын және бар күшін салуын сұрайды. Чан оған сенгеніне қуанышты және дәл осылай істеуге бел буады. Ол атасы сыйлаған және оның күшін азайтуға арналған білезіктерін шешіп жатыр. Иә, құрметті көрермен, ол оларды өз күшін шектеуге тырысу үшін арнайы киген. Оның үлкен жылдамдықпен қозғалу қабілеті ашылды. Ол сиқыршыға бар күшімен шабуыл жасайды. Оның сиқырынан құтылады. Оны ұшуға жібереді және нысанаға тигізеді. Ол оны жерге құлағанша ұрады. Сиқыршы болған оқиғаға таң қалып, оның қарапайым жау емес екенін түсінеді. Ол оны жеңу үшін өзінің ең күшті шабуылын қолдануды ұйғарады және Чанға найзағай тәрізді сиқырды лақтырады. Ол оны екі қолымен тойтаруға тырысады, бірақ оның энергиясының тез таусылуынан шаршай бастайды. Ол бұл оның соңы деп ойлайды, бірақ шегіріп, шабуылға оңай тойтарыс беріп, оны қорғайтынына және ешкімді оған жақындатпайтынына сендірді. Сиқыршы оның күшінен шошып, оның қарапайым қыз емес екенін түсінеді. Ол жекпе-жекті тоқтатып, оның талантын мойындай отырып, Чаннан кешірім сұрауға мәжбүр. Ол оларды 2 айдан кейін басталатын жекпе-жек турниріне қатысуға шақырады және оларға келісуге кеңес береді. Өйткені олар мықты жауынгерлермен кездесіп, содан кейін кетіп қалады. Чан қорқады, өйткені ол өзіне сенбейді. Бірақ Ши оған көмектесетініне сендіреді. Келесі күні ол оны ормандағы шалғай жерге апарып, күшін арттыруға және оны басқаруды үйренуге үйрететінін айтады. Чан қуанып, оған алғысын білдіреді. Бірақ ол заттарды жерге лақтырып, осы жерден тазалауды сұрайды. Ал біздің кейіпкеріміз бұл оңай болмайтынын түсінеді. Ол оны тыңдауға мәжбүр болып, жануарлардың тамағын тазалап, жинай бастайды. Ол оқуын бітіріп, жаттығуға отырғанда, Шаяның жаңа көйлек кигенін көріп, таңғалады да, оның әдемі екенін бірінші рет байқап, оған таң қалады. Оған қарап, оның көздерінде жүректері бар. Бірақ ол ыңғайсыздықты байқап, оның алаңсыз екенін және тек махаббат пен қарым-қатынас туралы ойлайтынын біліп, кетіп қалады. Ол 4 қызды таныстыру үшін әкеліп, оны жазалауды шешеді. Чан қатты қуанып, олармен бірге ішіп, жеп, билей береді. Бірақ содан кейін өзін мақсатсыз, сәтсіздікке ұшырағандай сезінеді. Ренжіп, олардың барлығын қуып жібереді. Ол Шаяны ол туралы жаман ойлаған үшін кешірім сұрайды және ол турнирге қатыса алмайтын қорқақ екенін айтып, жылап кетіп қалады. Шая ашуланып, оны аяқтаймын деп қорқытып, оны күшпен тоқтатуға тырысады. Бірақ ол өзін ренжіте алмайды. Сондықтан ол оны жіберіп алады. Ал Чан көшеде ішімдік ішіп, болған оқиғаны ұмытқысы келіп, өзін қорқақ және түкке тұрғысыз сезінеді. Бай қыз оны байқап қалып, оны өзімен бірге серуендеуге шақырады. Ол өзінің сәттілігіне сене алмайды. Бірақ көлікке мінген сәтте шаршағандықтан есінен танып қалады. Қыз оны өзімен бірге қонақ үйіне апаруға мәжбүр. Келесі күні Чан оянып, бассейнде жаңа киіммен жатқанын көреді. Ол бай қызға алғысын білдіреді және оны оған қызығады деп ойлайды. Бірақ ол күліп, өзіне жағымпазданбауын және айнадан өзіне қарауын айтады. Ол оны әкесімен кездесуге апарады. Ол оны қарсы алады және өзін әйгілі кәсіпкер ретінде таныстырады. Оған Чанға жұмыс ұсынып, оны байғыламын, тіпті қызына үйленемін деп уәде береді. Чанның әлсіздігі қыздар, сондықтан ол иә деп жауап береді және отбасын құруды ойлайды. Бұл арада Шия Чанның кеткеніне қынжылып, оны іздеуге бел буады. Оның досы оған сыртқы келбетін өзгерту керек екенін айтып, оны көйлек пен аяқ киіммен киіндіріп, зомби тәрізді қыздан нәзік жас әйелге айналдырады. Ол оған алғысын білдіріп, Чан тұрған қонақ үйге барады. Бірақ ол бірінші өкшелі туфли кигендіктен сүрінуді жалғастыруда. Қонақ үй қызметкерлері оны есінен танып қалды деп ойлайды. Біз оны қуып жібереміз. Бейшара қыздар оның барлық сүйектерін бір соққымен сындыра алатынын түсінбейді. Ол күшпен қонақ үйге кіріп кетеді. Ал кәсіпкер оның артынан ең күшті күзетшісін жібереді. Ол оны ұруға тырысады. Бірақ оның ерекше қабілеттері бар және оның барлық шабуылдарына оңай тойтарыс беріп, тыныштандыратын жебені атып, есінен танып қалады. Ол ұйықтағысы келетінін сезеді. Бірақ ояну үшін басын жерге тигізеді. Ол оның қаруынан жалтару үшін жоғары жылдамдықпен қозғалады және оның қарапайым жау емес екенін түсінеді. Ол өзін босату үшін өкшесін төмен түсіріп, оған бар күшімен шабуыл жасайды. Шешуші соққымен оны алдынан жерге тегіс түсіреді. Осы кезде Чан қонақ үйден қашуға бел буады. Бірақ бай Нинза қызы оның күшін пайдаланып, оған тиіспей ағырады. Ал ол оның ерекше екенін түсініп, аң-таң, ол да өзінің сиқырлы энергиясын пайдалануды ұйғарады және олар бір-бірімен бар күшімен күреседі. Чан оның шабуылдарына тойтарыс беріп, текетіресте жеңіске жетеді. Нинза қызы оның шеберлігіне тәнті болып, жеңілгенін мойындап, қашып кетуіне мүмкіндік береді. Ол сыртқа шыққанда, Шаяның күзетшіні жеңгенін біліп, оны ұрып жіберемін деп қорқып кетеді. Бірақ ол одан кешірім сұрап, онымен бірге келуін өтінгенде таң қалады.
көмектесуге уәде беріп, оған жақсылық жаса. Ол оның өзгергеніне қуанышты және келіседі. Бірақ кенеттен күзетші қайтадан оянып, пышақтарын әр жерден лақтырып, оларды тоқтатуға тырысады. Ши Чанның алдында тұрып, өзін пышақтап, ауыр жарақат алады. Чан болған оқиғадан шошып, оны жоғалтып алудан қорқып, көзіне жас алып құшақтайды. Бірақ содан кейін оның досы келіп, оны құтқара алатынына сендіріп, оны өзімен бірге алып кетеді. Чан оны ауруханаға апарып жатыр деп ойлайды. Бірақ олар мейрамханаға тоқтап, көп тамақ сатып алғанда таң қалады. Ол неге деп ойлайды, және олар оны емдейтін жалғыз нәрсе осы екенін түсіндіреді. Олар үйге келгенде, оның алдына тамақ қояды да, оның иісін сезе бастайды. Оның көзі ашылып, тамақтана бастайды. Ал Чан оның жараларының жазылып жатқанын көріп, таң қалады. Ол оның тамақ арқылы белсендірілетін ерекше емдік қабілеті бар екенін біледі. Ол оның жақсы болғанына қуанышты. Ол өзін кінәлі сезінгендіктен, ол да зардап шекті. Ол оның кесірінен зардап шекті. Ол кешірім сұрайды, және бұдан былай оны тыңдайтынын, онымен бірге жаттығатынын, турнирге қатысатынын, және ол үшін оны жеңетінін айтады. Ши мүмкіндікті пайдаланып, оны беліне арқанмен байлап, күшін арттыру үшін ұзақ қашықтыққа жүгіруге мәжбүр етеді. Содан кейін оның төзімділігін арттыру үшін ауыр заттарды, салмақтарды көтереді. Әр күннің соңында ол оған жақсы көретін тағамдарын дайындайды, және олар жақындай түседі. Күндер өтіп жатыр. Ал Чан өзін бұрынғыдан да күшті сезінеді. Өзіне деген сенімділік оған қайта оралып, турнирге қатысуға бел буады. Осы кезде біз банда жетекшісінің екі ағасымен бірге мейрамханада отырып, оларды бір-бірімен төбелесіп жатқанын көреміз. Олар бар күш-жігерімен тыңдап, төбелесіп жатыр. Бірақ үлкен ағасы бақылауды жоғалтып, інісін бір жаққа ұшып кеткенше ұра береді. Не істегенін білгенде, есінен танып, жылай бастайды. Көшбасшы күліп, турнирге қатысуын өтініп, бұл туралы полицияға хабарлайтынын айтады. Келесі күні Чан Шиямен бірге турнирге бару үшін әуежайға барады. Бірақ қауіпсіздік оның сөмкесінен көптеген қару-жарақ тауып алып, оны жынды деп ойлап, оны тұтқындауға тырысады. Оның досы ол үшін кешірім сұрап, оны осы жерден алып кету керек. Содан кейін олардың барлығы турнир өтетін жерге барып, оның қаладан бөлінген оқшауланған ауыл екенін біледі. Олар теңізді қайықпен кесіп өтуі керек. Ал саяхат ұзақ және ауыр болады. Бірақ олар бұл жерге жеткенше шыдайды. Онда олар турнир директорымен кездеседі. Ол ұйымға жауапты және ережелерді түсіндіреді. Оларға турнирге 100 жауынгер қатысатынын және олардың барлығы бір-бірімен бетпе-бет келетінін, екіншісі турнирде бір адам ғана жеңетінін хабарлайды. Чан қорқады. Өйткені ол өзіне сенбейді, бірақ директор оны көргеніне қуанышты. Өйткені ол атасының досы болған. Оны жылы қарсы алып, қарсыластарын қалай жеңуге болатыны туралы кеңестермен жігерлендіреді. Чан саған алғысын білдіреді және өзін дәлелдеу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға уәде береді. Ол турнир өтетін жерге апаратын жолмен келе жатыр. Бірақ ауада ілулі тұрған аспалы көпірді көргенде таң қалады және ұрыс алаңы орналасқан тауға жету үшін оны кесіп өту керек екенін түсінеді. Әрине, ол қорқақ және биіктіктен қорқады және бұл жерде жалғыз емес, құрметті көрермен. Ол өзін үмітсіз сезінеді және ешкім шекарадан өте алмайды деп ойлайды. Бірақ барлық жауынгерлердің оңай жететініне таң қалады. Өйткені олардың ерекше қабілеттері бар. Кейбіреулері ұша алады, ал кейбіреулері ұша алмайды. Ол үлкен биіктіктен секіре алады. Кейіпкеріміз әжептәуір қиын жағдайға түсті. Ол қашып, сөмкесіне тығылуды шешеді. Бірақ Ши оны байқап, жігерлендіреді. Оған сенімділік ұялатады және көпірден өте алатынын айтады. Оған сену үшін көзіңді жұм. Ол оны сүйеді. Ол мұны істейді. Ал ол оны ұстап алып, таудан лақтырып жібереді. Бақытымызға орай, ол көпірді ұстап алып, оған ілініп үлгереді де, жорғалап жүріп өтіп бара жатқанда, бәрі оны мазақ етіп, оны ақымақ деп атайды. Оған бәрібір және ол жай ғана олардың барлығына бәріне сәлем деп айтып, ақыры көпірге жеткенше жүре береді. Ол өзін күтіп тұрған шаяны тауып алып, өзін жақсы сезініп, кейіпкерлердің қаһарманы болып көрінеді. Бірақ оның қорыққаны сонша, өзі апатқа ұшырайды. Ол киім ауыстыруға барады және ақыры турнир өтетін жерге келгеніне өте қуанышты. Сол жерде ол нинза қызымен кездесіп, оның да турнирде екенін біледі. Екеуі финалда бетпе-бет кездесу үшін қарсыластарын бірге жеңетініне келісті. Олар басқа жауынгерлермен кездесу үшін ішке кіреді. Ал Чан сиқыршының да қатысқанына таң қалады. Ол онымен сөйлесуге барады. Бірақ сиқыршы оған жақсы соққыға дайындалуын айтады. Өйткені бұл жолы ол оған жұмсақ болмайды. Кенет директор қоңырау соғып, турнирдің басталғанын хабарлайды. Шия рингке бірінші болып шығады. Ал Чан оны бақылап, одан сабақ алуға бел буады. Біз оның бірден 3 бұзақыға тап болғанын білеміз. Олар оны жеңу үшін бірлесіп жұмыс істеуге бел буады. Бірақ ол толық сенімділікпен кіреді. Ал бұзақылар оны көргенде шошып кетеді. Өйткені ол бар. Оларды бұрында жеңген. Біз оны әлсіз деп ойлап, қорқытпақ болған кезде, оның бәрін ұрып соғып, қорапқа қамап, теңізге лақтырып жібергенін көреміз. Бұл қарақшылардың қорқып, кешірім сұрағанын және бұл жолы сыпайы түрде кетуге шешім қабылдағанын білдіреді. Ал Шио бірінші раундта еш күш жұмсамай жеңіске жетті. Содан кейін екінші раунд басталады. Онда кәсіпқой жекпе-жекшілер бір-бірімен төбелесе бастайды. Бірақ қызыл шашты жас жігіттің алыстан ойлау күшімен пышақтарды басқарудың ерекше қабілеті бар. Ол телефонмен сөйлесу арқылы барлық қарсыластарын жеңіп, жекпе-жекте еш қиындықсыз жеңіске жетеді. Барлығы оның күшіне таң қалып, оның қарапайым жігіт емес екенін түсінеді. Үшінші раунд барлығын қорқытатын және оңай жеңеді деп күтілетін үлкен бұлшықетті жауынгерден басталады. Ол өзінің барлық қарсыластарын жеңеді және ол бағаламайтын сымбатты жігіт пайда болғанша оған ешкім қол тигізе алмайды. Үлкен күрескер оған соққы беру үшін жүгіреді. Бірақ сымбатты жігіт орнында тұрып, жалтаруды жалғастырады. Содан кейін бір күшті соққы беріп, жекпе-жекте жеңіске жетеді. Чан оның шеберлігіне таң қалып, сиқыршының жекпе-жегін тамашалайды және оның барлық қарсыластарын бір соққымен жеңетініне таң қалады. Оның да өзін дәлелдеуге ынтасы бар және кейіпкеріміз қатысатын соңғы раунд басталады. Ол алаңға сенімді түрде шығып, қарсыласымен бетпе-бет келеді.
ол ауа райын басқарудың ерекше қабілетін пайдаланып, барлығын қорқыту үшін қатты желдер жасайды. Көрермендер оны оңай жеңеді деп ойлайды. Бірақ ол отырады және қарсыластарынан бір-бірімен күресуін сұрайды. Ал кім қалса, ол күреседі. Шын мәнінде, олар мұны қорқыныштан жасайды. Оны аңызға айналған деп ойлайды. Оның жүрегінде қорқынышты қорқақ екенін білмейді. Олар бір-бірін бар күшімен ұра береді. Тек біреуі қалғанша, ал Чан оның таусылғанын байқайды. Ол оған демалуға және күш-қуатын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Ал қарсыласы оның мінезіне тәнті болып, алғысын білдіріп, күш-қуатын жинауға тырысып отырады. Чан жоспарының жүзеге асқанына қуанышты және оған арт жағынан шабуыл жасау мүмкіндігін пайдаланып, жеңіске жетіп, келесі кезеңге өткенше соққыларын жалғастыра береді. Келесі раунд алдау арқылы өтеді. Көрермендер аң-таң болып, оның қорқақ алдамшы болып шыққанын бәрі біледі және оны қорлай береді. Бірақ Чанға бәрібір және ол алға жылжығанына қуанышты. Ол өзінің жетістігін тойлауды ұйғарады және кешке мейрамханаға барады. Шаяны шақырады. Оған жақсы көретін тағамдарын әкеледі және олар бірге тамаша уақыт өткізеді. Ол оған ертеңгі қарсыласынан қорқатынын мойындаған сияқты, өйткені оның айла амалдары әшкереленіп, қарсыласы ашылмады, үлкен күшке ие және ойыннан шығуды ойластыруда. Бірақ Шия бас тартады және оны жеңе алатынына сендіреді. Ол одан өзімен бірге жүруін өтініп, оны орманға апарады. Сонда Чан қарсыласын ұрлап алып, оны байлап тастағанына таң қалады. Сондықтан ол ұрысқа бара алмайтындай етіп, жерлеуді жоспарлап, Чан жеңе алады. Чан қуанып, оған көмектесіп жатыр. Келесі күні ол жекпе-жекке сенімді түрде барады. Ал төреші қарсыласын шақыруды жалғастырады. Бірақ ол жауап бермейді. Сондықтан ол Чанның жеңісін жариялауға мәжбүр. Көрермендер тағы да ашуланып, оны балағаттап, оны алаяқ және қорқақ деп атап, мазақ етеді. Бірақ оған бәрібір және ол келесі раундқа өткеніне қуанышты. Ол өзінің әлсіз жерін табу үшін сиқыршының жекпе-жегін көруге барды және оның қарсыласын жерге құлатып, берілуін сұрағанын көрді. Бірақ жау бас тартты және жалғастыру үшін орнынан тұрды. Сиқыршы ашуланып, өзінің ең күшті шабуылын қолданып, оны найзағаймен ұрып, оны жеңуді шешеді. Чан оның күшіне таңырқап, оның мейірімі жоқ екенін түсінеді және өзінің ерекше қабілеттерін басқаруды және оған қалай қарсы тұру керектігін түсінуді үйрену үшін көбірек жаттығуды шешеді. Содан кейін біз турнирге қатысып жатқан банданың тәрбиесінде болған жауынгерді көреміз және оның вампирге айналғанын және қарсыластарын оңай жеңетінін білеміз. Ол олардың қанын ішуге тырысады, бірақ оның шынайы болмысын ешкім білмеуі үшін өзін ұстайды. Түнде ол жалғыз серуендеп жүрген нинза қызын көріп, оның соңынан еріп, көңіл көтеруді қалап, оны ұрлап әкету үшін оны бақылап отырды. Бірақ ол адам көп жиналатын базарға кіріп кетті. Ол оны жоғалтып алды. Ренжіген вампир бақытсыз жас жігітті ұрлап әкетіп, бір жерге апарып, оған қатыгездікпен қарайды. Келесі күні ол төбелесіп, кунг-фумен айналысатын қызға тап болады. Ол оны ұрып үлгерді, бірақ ол бақылауды жоғалтып, оны құлатып, барлығының көзінше оның қанын ішуге тырысады. Көрермендер шошып кетті және оның адам емес, құбыжық екенін түсінді. Әдемі жігіт араласуға бел буып, вампирге қатты соққы береді. Ол оны ұшуға жібереді және турнирден шығарады. Оның істеген ісіне бәрі тәнті болып, үнемі қорлық көретін қорқақ кейіпкерімізден айырмашылығы, оның есімін қарсы алып, ұрандатады. Содан кейін Шияның жекпе-жегі басталады және бұл жолы оның қарсыласы оның қозғалысын тоқтататын сиқырды лақтырып, оны жеңу үшін осы мүмкіндікті пайдалануға тырысатын күшті біреу. Бірақ ол бүкіл сиқырды жеңіп, оны жерге құлатқаны сонша, оған соққы бергенде таң қалды. Оны ұрып, соғуды жалғастыра бергенде, ол оның қолын сындырып, жекпе-жекте жеңіске жетіп, берілуге мәжбүр етті. Осы кезде Чанға бейтаныс нөмірден онымен кездесуді сұрайтын хабарлама келеді. Ол орманға атасының денесін ұрлаудың артында тұрған қылмыскер екенін білу үшін барады. Ол ашуланып, оны ұруға тырысады. Бірақ қылмыскер оған атасын кім өлтіргенін білетінін айтады және оны өлмес бұрын естеліктерін көруге мәжбүр етеді. Чан шииттердің мұны істегенін білгенде таңғалады. Ол оның мұндай сатқындық жасағанына сене алмай, ұйым басшысымен кездесуге бел буады. Өйткені ол атасының досы болған және шындықты анық біледі. Бірақ ол келгенде оның жағдайы ауыр жерде жатқанын көреді. Чан шошып кетті, бірақ жақын жерде жасырынған сиқыршыға ұқсайтын біреуді байқады. Ол кісінің мұны істегенін түсініп, оны ұстағанша қуады. Оған тиген кезде адам өзінің шынайы келбетін қабылдайды. Ал Чан бұл жігіттің кесіртке тәрізді қабілеті бар екенін біледі. Бұл оған кез келген адамның келбетін қабылдауға мүмкіндік береді. Ол оны полицияға тапсырады да, сол жерден шиитті тауып, басшыны тексеруге қайтады. Ол атасын өлтірген шиит пе деп сұрайды. Ол алдымен оны жоққа шығарады. Содан кейін ол мұны істегенін мойындайды. Чан бақылауды жоғалтады және одан кек алғысы келетін сиқырлы энергия шығады. Бірақ көсем одан кідіртуді сұрайды және ол өлмес бұрын оған өз тарихын айтып беруді шешеді. Флешбек арқылы біз оның кішкентай кезінде ұйым Шияның өмірі туралы, тіпті аты жөні туралы ештеңе білмей, есінде жоқ жерде жатқанын байқағанын білеміз. Олар оны аяп, асырап алып, өзімен бірге тұратын ауылға апаруды ұйғарды және олар оны оқуға үйрете бастады. Олар дұрыс айтты және оған отбасының бір мүшесі ретінде қарады. Бірақ олар оның күн сайын жұлдыздарға қарап, өз күшін жинап жалғыз отырғанын байқады және олар оны ерекше тұлға деп санады және оның ерекше қыз екенін білді. Олардың барлығы бірге бақытты өмір сүрді. Бірақ біз білетіндей, жақсы ештеңе мәңгілікке созылмайды. Бір күні бір топ бұзақылар ауылға шабуыл жасап, тұрғындарды тонап, ақшаларын, тіпті азық-түліктерін алып кеткен. Олар Шаяны көргенде, оның сұлулығына тәнті болып, оны өз мақсаттары үшін ұрлауды ұйғарды. Асырап алған әкесі оларды тоқтатуға тырысты, бірақ банда оны өлтірді. Ал әйелі Шаяны ұстап тұрып жылай берді.
ол олардың бәріне өкінуге уәде берді. Ол банданың жетекшісін ұстап алып, оны аспанға көтеріп, бір соққымен аяқтады. Бәрі шошып кетті. Ал банда оған бар күшімен шабуыл жасады. Бірақ ол табиғаттан тыс күшке ие болды және әр шабуылдан оңай жалтарып, олардың айналасында айналып, қолдарын сындырып, жан-жақтан соққы берді. Ол оларды жеңіп, айналасындағылардың сүйектерін сындырып үлгерді. Ал оған ешкім қол тигізе алмады. Ауыл тұрғындары оның күшіне таңғалды. Бірақ оған алғыс айтудың орнына, оны адам емес деп ойлап, одан қорқып, оны жын немесе елес деп атады. Олар одан ауылдан кетуін өтінді. Ал асырап алған анасы оны алыс орманға апаруға мәжбүр болды. Оны сол жерде қалдырып, кетіп қалды. Шия жалғыз қалды. Өйткені ол өзінің нақты отбасын білмеді. Жылдар өте келе, бірақ бір қызығы, оның келбеті өзгерген жоқ, және ол ешқашан қартаймады. Бір күні ұйым басшысы оның жетім балаларға беру үшін дүкендерден азық-түлік ұрлап жатқанын көрді. Ол оның көшеде тұратынын түсініп, онымен сөйлесуге тырысты, бірақ ол қорқып, қашып кетті. Өкінішке орай, алаяқ оған тап болып, отбасының қайда екенін білемін деп өтірік айтып, оны өзімен бірге алып кетіп, бандаға сатпақ болған. Бірақ шииттер олардың бәрін жеңді және біз білетіндей, оны ешкім жеңе алмайды. Банданың жетекшісі оның күшіне таңғалды және оны ұрлау үшін піл транквилизаторын қолданып, оны алдауға мәжбүр болды. Ол оны құлыптап, қолдары мен аяқтарын байлап, аукционға қоюды ұйғарды. Бірақ бақытымызға орай, ұйым жетекшісі оны тауып алып, оны сатып алып, отбасын табуға көмектесуді шешті. Ол оны Чанның атасымен кездесуге апарды, бірақ олар тым кеш келіп, оның жерде ес-түссіз жатқанын көрді. Оған банда шабуыл жасады. Чанның атасы Шаяны көргенде, оны танығанына таңғалды. Ол оны ауылға немересінің үйіне апаруын өтінді, өйткені оның басқа ешкімі жоқ. Олар оны өздерімен бірге алып кетті. Бірақ жолда атасы қалған күшін пайдаланып, Шаядан Чанға көмектесуін және ол есейгенше онымен бірге болуын сұрады. Оның отбасының қайда екенін білгісі келеді. Шия мұны істеуге уәде берді, бірақ бұл оған қиын болды. Өйткені ол оны ренжітті және ол оның қайғы қасіретін тоқтатуға шешім қабылдады және оны аяқтады. Содан бері ол біздің кейіпкерімізді оны қорғау үшін алыстан бақылап келеді. Мұның бәрі оны көрмей ақ, тіпті білмей ақ. Басты кейіпкер оқиғаны айтып бітті. Қайғылы қоштасып, қайтыс болды. Чан оның әңгімесіне қатты әсер етіп, одан күдіктенгені үшін кешірім сұрайды. Ол оған жаны ашиды және әрқашан оның жанында болуға және оның кім екенін білуге көмектесуге уәде береді. Содан кейін олар көшбасшыны жерлеуге барады. Бәрі қайғылы, өйткені ол мейірімді және жұмсақ адам болған. Олар турнирге қатысуды жалғастырып, бандадан кек алу үшін оны жеңіп алуды шешеді. Содан кейін соңғы раундтар басталып, Чан бірінші болып шығуды шешеді. Оның қарсыласы жекпе-жек өнерінің кәсіби маманы және көрермендер оны қолдауды жалғастыруда, өйткені олар Чанды әлсіз және қорқақ деп санайды. Бірақ кейіпкеріміз олардың қателескенін дәлелдеуге бел буады. Ол әлсіз болып көрінетін жас жігіттен табиғаттан тыс күші бар мықтыға айналады және ұрыс басталғанда ол қолында бардың бәрін пайдаланады және қарсыласына найзағайдай жылдам техникамен шабуылдап, оны жерге құлатып жеңеді. Бұл оған көп күш жұмсамай ақ беріледі. Ол өзінің мықты екенін және жоғарылауға лайық екенін барлығына дәлелдейді. Жекпе-жектен кейін ол қарсыласына жақындап, оның көтерілуіне көмектесу үшін қолын созады. Ал көрермендер бірден ойланбастан ол туралы ойларын өзгертіп, оның атын қол шапалақтап, ұрандата бастайды. Сиқыршы қызғанышты сезініп, дәл сондай драмалық жекпе-жекке шығуға бел буады. Оның әйел қарсыласы, оның нағыз хайуан екенін білмей, өзін жай ғана жұмсақ жігіт деп ойлап, оған шабуыл жасауға тырысады. Ол оған найзағайдай жылдам соққы беріп, оны ұшуға жібереді және бір секундтан аз уақыт ішінде жеңіске жетіп, барлығын шошытады. Сол түні Чан басқа жауынгерлермен бірге жеңістерін тойлау үшін жиналып, олармен ішімдік ішіп, әзілдесіп, тамаша уақыт өткізіп жатыр және олар оны сиқырлы қуатпен толтыратын татуировканы көрсетуді сұрайды. Ол келіседі және оларға көрсетеді. Және бәрі оның сиқырлы күшінің соншалықты зор екеніне таңғалады. Олар көздерін әрең ашады. Келесі күні олардың барлығы турнирді жалғастыру үшін аренаға шығады. Ал кезек Шияға келеді. Ол аренаға толық сенімділікпен шығады. Бірақ қарсыласының аузынан дыбыс толқындарын шығарып, жоғары секіріп, жан-жақтан шабуыл жасай алатын бір түрлі қабілеті бар екеніне таңғалады. Шия бұл қарсыластың оңай емес екенін түсінеді және оның шабуылдарынан жалтару үшін жылдамдығын пайдаланады. Бірнеше әрекеттен кейін ол оның қимылдары мен күшін талдап, оның үстіндегі әлсіз жерін анықтай алады. Ол қарсы шабуылды бастауға шешім қабылдады. Оның көзқарасын бөгеу және оның шаң арқылы көрінуіне жол бермеу үшін радио толқындар жіберді. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып жақындай түседі. Дыбыс толқындары оның аузынан секіріп кету үшін қолын аузына қойып, ол есінен танып қалады. Шия жекпе-жекте жеңіске жетіп, ширек финалға шығады және оның шеберлігіне бәрі таңғалады. Келесі жекпе-жек бәрі күткен жекпе-жек. Әдемі жігіт пен суды басқара алатын күрескер арасында. Екеуі де аренаға сенімді түрде шығады. Әдемі жігіт оны тезірек аяқтау үшін оны ұруға тырысады. Бірақ жауынгер оның шабуылына оңай тосқауыл қояды және оны суға батыру үшін оған үлкен су толқынын түсіреді. Сымбатты жігіт өзінің күшіне таңғалып, одан керемет жылдамдықпен жүгіріп қашуға тырысады. Бірақ толқын өте үлкен. Ол оны соңғы сәтте бөгеп үлгерді. Бірақ ол бетінен жарақат алып, ашуланды, өйткені ол бірінші рет жарақат алды. Ол өзінің шынайы күшін, яғни тастарды басқаруда болатын күшін пайдалануды шешеді. Ол тастардан үлкен құбыжық жасап, барлық жерде жауынгерді қуа бастайды. Жауынгер таңғалып,
жылдамдығын пайдаланып қашып кетуге тырысады. Содан кейін оны өртеу үшін от шарларын лақтырып, жасырын шабуылын бастайды. Бірақ сымбатты жігіт үлкен ағаш жасап, оларды бұрып жібереді. Содан кейін қарсыласының сиқырлы энергиясы таусылып бара жатқан сәтін есіне алады және бар күшімен шабуыл жасайды. Оның ішін ұрып, оны жеңіп, шайқаста жеңіске жету. Жауынгер оның шеберлігіне тәнті болып, жеңілгенін мойындайды және олар дос болуға келіседі. Чан не болып жатқанын қорқынышпен бақылап отыр. Өйткені ол әдемі жігітпен бетпе-бет келу керек. Бірақ Ши оны жоспары бар екеніне сендіреді және жоспарын жүзеге асыру үшін кетер алдында жеңіске жетуге көмектесуге уәде береді. Содан кейін нинза қызының қызыл шашты жас жігітпен күресі басталады. Ол онымен бетпе-бет кездесу үшін аренаға шығады. Бірақ оның телефонмен сөйлесіп тұрғанын және оны елемейтінін көреді. Ол оны мазақ етіп жатыр деп ойлап, ашуланып, оған сабақ беруді ұйғарады. Оған шабуыл жасайды. Ұрып-соғып, телефонын сындырады. Ол онымен төбелеседі деп ойлайды. Бірақ ол күйеу жігітімен сөйлескендіктен үрейленіп, нинза қызынан телефонын сұрайды. Өйткені ол 5 минуттың ішінде қалыңдығына телефон соқпаса, ол екеуінің артынан келеді. Нинза қызы оның мінезіне таңғалып, бас тартады. Ол көрерменнің біреуінен телефонын қарызға алып, қалыңдығына қоңырау шалып, оның бос емес екенін айту керек. Ол оңай жеңемін деп ойлап, жекпе-жекке назар аудару үшін әңгімені аяқтайды. Бірақ нинза қызы оның қабілетін пайдаланып, оған қатты соққы береді. Ол оны құлатып, жерге құлатады. Қызыл шашты жас жігіт оның күшіне таңғалып, пышақтарын оған лақтыруға тырысады. Бірақ ол олардан оңай жалтарып, жоғалып, артында қайта пайда болады. Оны ұрып, сүйектерін сындырды. Ол одан бас тартуын сұрайды. Бірақ ол бас тартады және оған көптеген жанып тұрған пышақтарды лақтырып, бар күшін салуды шешеді. Ол оның қолын жарақаттап үлгереді және осы мүмкіндікті пайдаланып, оған жанып жатқан пышақтарды лақтырып, жасырын шабуылын дайындайды. Бірақ нинза қызы берілуден бас тартады және жылдамдығын пайдаланып, шабуылға тойтарыс беріп, пышақтарын өзіне қарай бағыттайды. Өкінішке орай, екеуі де жарақат алып, төреші 10-ға дейін санаған кезде ол жерге құлап түседі. Нинза қызы ең соңғы сәтте тұрып, жеңіске жетеді. Бірақ ол қарсыласына барып, оның мықты екенін мойындайды және бір күні жерге құлап кетпес бұрын онымен қайта күресуге келіседі. Оны жеңгеннен кейін есінен танып қалады. Осы кезде Шия өзінің жоспарын жүзеге асырады және әдемі жігітті ұрлап әкетеді. Оны байлап, орманға апарады. Оны сол жерге жерлеуді жоспарлап, ол ұрысқа бара алмайтындай етіп, Чан жеңе алады. Бірақ ол керек сәтте оянып, өзін босатып, күшін пайдаланып, оны шұңқырға итеріп жіберіп, оған балшық лақтыра бастайды. Ол оны жеңдім деп ойлайды. Бірақ ол оңай шығады және оның қарапайым қыз емес екенін түсінеді. Ол одан ең жоғары жылдамдықпен қашуға тырысады. Бірақ ол да сондай жылдам және оны қуып жетуге жақын. Ол одан қашу үшін өзінің көптеген көшірмелерін жасау үшін сиқырлы әдісті қолдануға мәжбүр. Бірақ оның есту қабілеті ерекше деңгейге жетті және ол оның жүрек соғысын естиді. Ал оның көшірмелері менде жүрек соғысы жоқ. Ол нақты нұсқаны қуып келеді және олар турнир аренасында болған кезде таң атқанша түні бойы оның соңынан еруді жалғастырады. Шия тапсырманы орындамағаны үшін ренжіді. Бірақ Чан оған алғысын білдіреді және оның еңбегінің арқасында жеңетініне уәде береді. Ол дайындалып жатыр. Бірақ әдемі жігіттің түнгі жүгіруден шаршап, сиқырлы энергиясын қалпына келтіру үшін тамақ ішіп отырғандықтан кетіп қалғанына таңғалды. Шия бақытты және өзінің қарсыласы нинза қызы екенін біліп, өз жекпе-жегіне дайындалуда. Бірақ ол нинза қызының жараланғанын және дұрыс тұра алмайтынын байқайды. Сондықтан ол оған шегінуге мүмкіндік береді. Өйткені ол оны дұрыс жеңе алмайды. Нинза қызы өзін қорлағандай сезінеді. Менсінбей қарап, Шииттерге сабақ беруді ұйғарады. Ол өз күшін пайдалана бастайды. Бірақ әкесі дер кезінде келіп, оның жараланғанын қаламайтынын айтып, оны тоқтатады. Ол оған оның өзі үшін ең маңызды адам екенін айтып, оны жоғалтып алса, қандай жақсылық болатынын сұрайды. Нинза қызы оның сөздеріне қатты әсер етіп, оған бірінші рет шынымен қамқор болып отырғанын сезді. Ол бас тартуды шешеді. Ал Шио жекпе-жекте жеңіске жетіп, жартылай финалға шығады. Көрермендер оның келесі жолы Чанмен кездесетінін білгенде қатты қуанады. Екі кейіпкер де аренаға зейінін шоғырландырып шығады және әрқайсысы бар ынтасымен күресеміз деп ойлайды. Бірақ біздің кейіпкерлеріміз бір-бірін ұрып-соғып жатқандай кейіп танытады. Чан шаяға әрең тиеді. Содан кейін ол жерге қатты құлап, оны үлкен күшпен ұрғандай кейіп танытады. Төреші олардың ақымақтығына күліп, Чанның жеңіске жетіп, финалға шыққанын жариялауға мәжбүр. Бірақ көрермендер олармен ойнап жүргендерін біліп, ашуланып, сабақ беруге бел буып, аренаға түседі. Оларға сабақ бер. Олар қорқып, қашып бара жатқан кейіпкерлерімізді аңдып жүр. Содан кейін сиқыршы мен қара сиқырлы энергиясы бар жұмбақ қарсыластың арасында бәрі күткен жекпе-жек болады. Ол оны қолдануға мүмкіндік бермейді. Алақан тәрізді сиқырды лақтырып, оны темірдей күшпен ұрады. Оны жеңіп, жекпе-жекте жеңіске жетіңіз. Сиқыршы финалға өтіп, келесі күні Чанмен кездеседі. Ұрыс күні жақындап қалды. Ал кейіпкеріміз бұл жолы қарсыласының оңай болмайтынын біліп, өзіне деген сенімділігін көрсетеді. Ол көрермендердің сиқыршыға қошемет көрсеткенін естіп, өзінің әлсіз емес екенін дәлелдеу үшін бар күшімен күресуге бел буады. Ол кешегі түнгі оқиғаларды есіне алады және біз оның сиқырлы энергиясын арттыру үшін соққыға жығылғанын білеміз. Кенет ол алдынан атасын көреді. Ол қайтыс болып, оны жалғыз қалдырғаны үшін кешірім сұрай бастайды. Бірақ оған сенімді екенін және турнирде жеңіске жететінін білетінін айтады. Бұл Чанға сенімділік береді және оның сөздері оған әсер етеді. Ол жылап, осы сенімге лайық екенін дәлелдеу үшін атасы үшін турнирде жеңіске жетуге уәде береді. Ол өзінің естеліктерінен шығып, жекпе-жек басталғанда, оны ұру үшін сиқыршыға жоғары жылдамдықпен жүгіреді.
бірақ сиқыршы оның шабуылынан бас тартып, оның күшінің азайғанын байқайды. Олардың соңғы кездесуінен бастап өсті. Ол шындап күресуге бел буды және оны тез жеңу үшін арнайы найзағай техникасын қолданды. Бірақ күшті қаһарман Чан да өз күшін пайдаланып, шабуылды тойтарып, сиқыршыны ұрып соғып, оны ұшып жібереді. Чан оны жеңдім деп ойлайды. Бірақ сиқыршының денесі темірдей. Ол орнынан тұрып, көзіне отпен қатты жақындап, оны аудитория алдында ұятқа қалдырғаны үшін қорлауды шешті. Құдіретті сиқыршы өзінің жылдам қозғалу техникасын қолданады және қол тигізгеннің бәрін күйдіретін қара энергияны шығарады. Чан одан қашуға тырысады, бірақ ол оның иығына тиеді. Шия оған көмектескісі келеді, бірақ оның досы оны тоқтатады. Егер ол мұны істесе, Чан жекпе-жекте жеңіліп қалады. Ол одан өзіне сенуін сұрайды. Ал шын мәнінде Чан қорықпайды және найзағай техникасын қолдана отырып, өз өмірін қайтадан қатерге тігеді. Бұл оны үлкен жылдамдықпен қозғалуға мәжбүр етеді. Жылдамдық солға және оңға, жоғары және төмен, оны ешкім көре алмайды. Ол сиқыршыға бар күшімен шабуыл жасайды және оны жерге құлататын шешуші соққы береді. Чан жеңісті жеңеді, бірақ содан кейін сиқыршы оны берілуге мәжбүрлеу үшін оны энергетикалық түрмеге қамайды және ол жеңді деп ойлайды. Бейшара ақымақ әлі күнге дейін Чанды қорқақ деп ойлайды. Бірақ Чан атасының сабақтарын есіне алады және бар күшін жинап, түрменің ішін жарып, сыртқа шығып үлгереді. Олар қайтадан төбелеседі. Екеуі де жылдамдықпен қозғалады. Сондықтан көрермендердің ешқайсысы оларды көре алмайды. Екеуі де шаршағанша бір-бірін ұра береді. Біздің кейіпкеріміз бар күш-жігерін жұмсауға бел буып, ауа райын бақылауға алып, сиқыршыны жерге құлататын күшті найзағаймен ұрады. Сиқыршы ренжіді, бірақ орнынан тұрып үлгерді және Чаннан өзін әлсіз деп санағаны үшін кешірім сұрады. Ол ашуланып, өзінің ең күшті қимылын қолдануға бел буады. Қолында бар нәрсемен шабуылдайды, бірақ өкінішке орай Чан қозғала алмайды. Өйткені оның энергиясы таусылды. Ол Шаяны сәтсіздікке ұшыратқаны үшін кешірім сұрайды және жеңіліп қалдым деп көзін жұмады. Бірақ ол оларды ашқанда сиқыршының да энергиясы таусылып, есінен танып қалғанына таң қалады. Сондықтан Чен төзімділіктің арқасында турнирде жеңіске жетеді. Көрермендер оның талантын мойындап, қошемет көрсетіп, есімін жырлайды. Сиқыршы оянғаннан кейін оның алдында турнирде жеңілгені үшін кешірім сұрайтын мұғалімі тұрғанын көреді. Бірақ мұғалім күледі. Өйткені ол жекпе-жек алдында сиқыршының тамағына ұйықтататын дәрі салған. Егер ол өзінің жылдамдық техникасын қолданса, бақылауды жоғалтып, айналасындағылардың бәрін жойып жіберетінін біледі. Ол сиқыршыға алғысын білдіреді және өзіне қамқорлық жасауға уәде береді. Турнир келесі күні аяқталады және олар Чанды жеңімпаз деп жариялап, оған күшті сиқырлы техника сыйлығын береді. Бірақ ол оны қабылдаудан бас тартады. Өйткені ол оған лайық емес және оны сиқыршыға беруді шешеді. Өйткені ол күштірек және оған шынымен лайық жалғыз адам. Сиқыршы оның мінезіне тәнті болып, оған алғысын білдіреді. Содан кейін мұғалім Чанмен оңаша сөйлесуге рұқсат сұрайды. Олар бөлек бөлмеге барады. Онда сиқыр мұғалімі Чанның ішкі энергиясын арттыратын және оны ең мықты күрескер ететін рәсім жасауды шешеді. Шия онымен бірге кіруге тырысады, бірақ ол бас тартады. Шия сыртта күтуге мәжбүр болады және уәдесін орындағанына қуанышты. Бірақ кенеттен ол айғайлаған дауысты естіп, аспандағы от шашуды көреді. Зұлым топтың бұл жерге шабуыл жасағанын және оны жойғысы келетінін түсінеді. Ол оны Чан рәсімді аяқтағанша ұстауға шешім қабылдады. Өйткені оған ешкім кедергі жасамау керек. Сиқыршы шабуыл туралы естігенде ашуланып, бұл жерді өзі қорғамақшы болады. Ол орманда келе жатқан банда мүшелерін байқап, оларға шабуыл жасау үшін өз күшін пайдаланып, оларды тоқтатуға шешім қабылдайды. Бірақ олардың біреуі оның шабуылынан бас тартқанына таң қалады. Бұл әдеттен тыс және үлкен күшке ие. Ол бұл жолы қарсыласына оңай болмайтынын түсінеді және жалғыз өзі көтере алатыннан да көп нәрсе бар екенін біліп шиеленіседі. Бірақ кенеттен турнир директорының өзі келіп, оны қорғайтынына сендіреді. Олар бірігіп, банда мүшелерін қуып жібере бастайды. Олардың көпшілігін жеңеді. Өкінішке орай, олар тұзаққа түсіп, бұрышта қалады. Сиқыршы өзінің жылдамдық техникасын қолдануды шешеді. Бірақ кенеттен оның артынан банданың жетекшісі пайда болады. Ол оны көргенде аң-таң болады. Өйткені ол оның ескі құрбысы. Ол оған не істеп жатқанын тоқтатуды ескертеді. Әйтпесе ол өкінеді. Бірақ ол бас тартып, оны ұрлап, онымен бірге қашып кетеді. Осыдан кейін директор бандамен жалғыз күресуге мәжбүр болады. Қарт адам болса да, ол мың адамның денсаулығы мен күшіне ие және өзінің барлық күшін жинап, орасан зор сиқырлы энергияны босатып, оларға әдептілікке өте қатал сабақ беруді шешеді. Осы кезде мұғалім банданың оның мектебіне шабуыл жасағанын және оның оқушыларына қауіп төніп тұрғанын біледі. Ол Чанды тастап, олармен күресу үшін жолға шығады. Ол екеуінің оқушыны ұрып соғып жатқанын көріп, ашуланады. Бір соққымен олардың бәрін жеңіп, жерге жібереді. Банда мүшелері оның күшіне таң қалып, бұл қарсыластың бұрын кездескен ешкімге ұқсамайтынын түсінеді. Олар ынтымақтасуға бел буып, оған бірден шабуыл жасайды. Бейшара ақымақтар, олардың саны оны қорқытады деп ойлайды. Оның хайуан екенін білмей, ол олардың шабуылдарын оңай тойтарып, олардың барлығын ұшып, сүйектерін сындырып жібереді. Сонымен бірге біз сиқыршының банданың жетекшісімен соғысып жатқанын көреміз. Бірақ ол оған жүгіріп келіп, оның құбыжық екенін айтып, бетінен ұстап алады. Ол оның сөздерінен шошып,
оны ұрып-соғып, итеріп жіберіп, кетуге тырысады. Бірақ ол оның арқасына көтеріліп, оны өзімен бірге қалуға мәжбүрлеуге тырысып, оны құшақтайды. Сиқыршы оны жерге тастап, тұншықтырып өлтіреді. Оны аяқтағысы келеді және оның барлық қиындықтарынан құтылғысы келеді. Бірақ ол мұны істей алмайды. Өйткені ол оны әлі де жақсы көреді. Ол оған кетуге мүмкіндік береді. Бірақ ол бас тартады және оны осы жерден кетіп, қашып кетуін өтініп, азғыруға тырысады. Оны осы жерден алып кет. Сиқыршы оның сөзінен әлсіреп, мұғалімі келіп, оны көргенде келісуге дайын. Сиқыршы ұялып, мұғалімі оны дұрыс түсінбейді деп қорқады. Ол оған мүлдем ештеңе болмағанын айтып, кешірім сұрап, оны тез тастап кетеді. Банданың жетекшісі мұғалімді ұруға тырысады. Бірақ ол күліп, егер ол мұны істесе, оған өкінетінін ескертеді. Ол оны тастап, директорды іздеуге кетеді. Ол банданың оны құбыжыққа айналдыру үшін оған сиқырлы сиқыр жасағанына таң қалады. Ол қолдары мен аяқтарын байлап, оны тез қалпына келтіру керек. Ол банда мүшелерінің жақын жерде жасырынып жатқанын түсініп, оларға кетуді ескертеді. Әйтпесе ол оларды өлтіреді. Олардың бірі оны атуға тырысады. Бірақ мұғалім оқты оңай тартып алып, оқ атқан адамға қайта шабуыл жасайды. Банда оның күшіне таң қалып, қорқып, оқиға орнынан қашып кетеді. Содан кейін Чан келіп, Шаяны іздеуге шығады. Бірақ банданың екі ағайынды ұрлап, ұрып, соғып жатқанын көреді. Ол оларды аяп, көмектесуге бел буады. Ол оларды алып қашып кетуге тырысады. Бірақ банда мүшелерінің бірі оның жолын жауып тастайды. Біздің кейіпкеріміз онымен күресуге мәжбүр. Бірақ бұл адамның зұлым рухтарды шақыру үшін қара магияны қолданып, оларды Чанға шабуыл жасауға жібергеніне таң қалады. Олар біздің кейіпкерімізді құлатып, өкінішке орай сүйектерін сындырғанша ұра береді. Чан бұдан былай шыдай алмайды және ауырсынудан есінен танып қалады. Оның өмірі оның көз алдында өтеді және ол мұның шынымен аяқталғанын сезеді. Бірақ кенеттен оның алдында атасы пайда болып, оның бойында орасан зор сиқырлы энергия жасырылғанын және оны пайдалану үшін батылдық қажет екенін айтады. Ол оның көңілін көтеріп, оны мақтан тұтатынын айтады. Чан қатты қуанып, өзіне деген сенімділік оған қайта оралады. Ол көзін ашып, барын пайдалануды шешеді. Ол жарқыраған сиқырлы энергияны шығара бастайды. Осы мүмкіндікті пайдаланып, найзағай техникасын қолданып, қарсыласына шабуыл жасайды. Ол оны бірнеше секунд ішінде электр тоғымен ұрып, зұлым рухтарды жеңе алады. Ағасы мен әпкесі оның күшіне таң қалып, оларды құтқарғаны үшін алғыс айтады. Чан оларды тастап, Шаяны іздеуге шығады. Ол оны тауып үлгерді және оның аман есен шыққанына қуанышты және оның банданың қалған мүшелерін жалғыз өзі жеңгеніне таң қалды. Содан кейін директор келіп, істегендері үшін алғыс айтады. Ол оларға сиқырлы сиқыр жасап, олардың барлық жараларын емдейді. Содан кейін мұғалім кейіпкерімізбен оңаша сөйлесуге рұқсат сұрайды және оның мұрагері болу шартымен оған бар күшін салуды ұсынады. Чан таң қалады. Бірақ ол өзінің кім екенін білмейінше Шаямен бірге болғысы келетінін айтып, бас тартады. Өйткені ол оған өзін табуға көмектесу керек. Мұғалім оның тілектерін құрметтейді және оған қысым жасамайды. Ол оған көмектесуді шешеді және оны ескі досына апарады. Өйткені оның пайдалы ақпараты бар шығар. Бірақ олар ішке кіргенде, оның басындағы сиқырлы инемен өлтіріліп, өкінішке орай қайтыс болғанын білгенде шошып кетеді. Мұғалім ашуланып, досының кегін алу үшін қылмыскердің кім екенін анықтауға бел буады. Ол сиқырлы сиқырды қолданып, өзінің естеліктерін көреді және кісі өлтірушінің бандада тыңшы болып жұмыс істейтін өзінің шәкірттерінің бірі екенін білгенде қатты таң қалады. Иә, сатқындық өзіне ең жақын адамынан, өз қолымен өсірген шәкіртінен келеді. Не болғанын білген Шия өзін үмітсіз сезініп, отбасын табуға деген үмітін үзеді. Чан оны аяп, жұбату үшін оны құшақтайды. Содан кейін олар қартты жерлеуге барады және бәрі мұңаяды. Өйткені ол сатқындыққа ұшыраған жақсы адам еді. Мұғалім тыңшыдан кек алуға ант береді. Келесі күні ол қалаға аттанады және өзінің сиқырлы күшін хаотикалық дауыл тудыру үшін пайдаланады. Аспаннан найзағай түсіріп, банда мүшелеріне жібереді. Біз білетіндей, ол ашуланып, бірінен соң бірі жойқын соққылар жасап, олардың көпшілігін өлтірді. Бірақ олар оны тоқтата алмады және ол әлі де тыңшы таба алмады. Ол банданың жетекшісіне баруды ұйғарады. Оны ұрып соғып, сүйектерін сындырады. Ол тыңшының тұрған жерін беремін деп қорқытады, немесе көп сөйлемей ақ оны өлтіремін деп қорқытады. Ол оған тыңшының құпия клубта жасырынып жүргенін айтты. Ол жаққа жалғыз баруды ұйғарды. Ол келгенде оны күтіп тұрған банда мүшелерінің көп екенін көрді. Ол мұның бұқтырма екенін бірден түсінді. Бірақ миллиондаған адам болса да, ол үшін маңызды емес. Ол оған темірден өтуге мүмкіндік беретін күшпен толық сенімділікпен кіреді. Олар шабуыл жасауға тырысады. Бірақ оған ешкім қол тигізе алмайды. Қолының бір қимылымен ол олардың барлығын ұшуға жібереді. Өзінің сиқырлы күшін пайдаланады және оны көрген кез келген адамды жерге құлатады. Ол олардың барлығын жеңеді. Содан кейін сиқыршы онымен сөйлесуге барады. Жерге құлап, жылап, қожайынының бұйрығын орындамағаны және банданың жетекшісіне ғашық болғаны үшін кешірім сұрайды. Ол мұғалімнен ұрысады деп күтеді. Бірақ мұғалім оған жүректі ешкім басқармайтынын айтып, қайтып оралуын өтінеді және бәрін бірге бастаңыз. Бұл сөздер сиқыршыға әсер етіп, оған алғысын білдіреді. Ол оған қайта оралуды ұйғарады да, оны көргенде жүгіріп келіп, онымен бірге болуға уәде беріп, оны құшақтайды. Келесі күні мұғалім тыңшының тауда тығылып жатқанын біліп, сонда баруға бел буады. Ол келгенде, ерекше қабілеттері бар күзетшілер оны әлсіз адам деп ойлап, оны күтіп тұрғанын және әрқайсысы өз қабілеттерін пайдалана отырып, оған бірге шабуыл жасайтынын көреді. Бірақ мұғалім жай ғана бір орында тұрып, олардың барлық шабуылдарын қолдарымен тойтарып, тіпті екінші қолын пайдалануды да ойламайды. Ол денесінен орасан зор сиқырлы энергияны босатып,
олардың барлығын аяғынан құлатып, сәтті аяқтады. Тыңшының мұғалімге егер ол оны бітірсе, мұғалім жазаланатынын айтып, берілуден басқа амалы жоқ. Бірақ мұғалімге бәрібір, ол оны басып, алған ашуға ашуланады. Ол оны сиқырлы шеңберге қамап, қайтыс болған досынан кек алу үшін оны аяқтағанша оң және сол жақтан найзағай соққыларын жасай береді. Бірақ бұл әрекеті үшін ол өз руының ережелерін бұзып, олармен жазаланып, барлық сиқырлы күшін жоғалтып, өмір бойы алыс жерде түрмеге жабылды. Чан оған қонаққа келеді. Бірақ мұғалім оған қазір тыныштық тапқанын айтып, Чаннан сұрайды. Одан кейінгі әлемді қорғау және зұлымдықпен күресу. Біздің кейіпкеріміз мұны істеуге уәде береді, және ол отбасын тапқанша, және олар суперқаһармандар тобын жинағанша Шаямен бірге болуды шешеді. Міне, сериалдың бірінші маусымы аяқталуға жақын. Құрметті көрермен, егер сізге біздің кейіпкерлеріміздің оқиғасы ұнаса, және екінші бөлімді бірден түсіруімізді қаласаңыз, арнаға жазылуды және соңғы бейнелерді алу үшін хабарландыру қоңырауын қосуды ұмытпаңыз.